Мектеп деген білім кені, жыр кені, мектеп деген ғылымның ең үлкені, мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген даналардың мекені. Жарқын болашақтың іргетасы мектепте қаланады. Мектеп балаларды тәрбиелеп, білім нәрімен сусындататын білім ордасы. Өткеніміз өнеге, күткеніміз келешек дегендей, жас ұрпақтың жүрегіне ыстық сағыныш ұялатып, білім мен тәрбие нұрын таратумен келе жатқан білім ұясы бұл мектеп. Қазақ мектебінің болашағы туралы Мағжан Жұмабаев айтқан, әрбір елдің келешегі мектебіне байланысты деген өміршең идеяны басшылыққа алған мектеп, бәсекеге қабілетті, рухы биік ұрпақ тәрбиелеуде мұғалімдерге бағыт-бағдар көрсетіп, келешекке нық сеніммен бастауға ұмтылған ұжымға айналады. Еліміздің ертеңі болар азаматын тәрбиелеу, олардың қоғамдағы орнын қалыптастыру әрбір мұғалімнің еңбек жолындағы басты мүддесі деген ұранмен еңбек еткен және білім алушыларды саналы, өнегелі тәрбие мен сапалы білім беруде Алматы қаласы Жетісу ауданына қарасты Көкжиек ықшамауданында орналасқан нөмірі 177-ші жалпы білім беретін мектептің білім шаңырағындағы педагогикалық ұжымның еңбегі зор екенін айтуға болады. Мектеп ғимараты 2012 жылы 2 сәуір күні пайдалануға берілді. 1200 оқушыға арналып салынған мектеп Алматы қаласының әкімі Ахметжан Смағұлұлы Есімовтің қатысуымен ашылды. 2022 жылдың қаңтар айында мектеп ғимаратының жанына заманауи мектеп үлгісінде салынған 575 оқушыға арналған қосымша ғимарат ашылды. Қазіргі таңда 2100 оқушы оқиды. Жаңа ғимараттағы кабинеттер компьютер мен интернет желісімен қамтамасыз етілген және талапқа сай жабдықталған. Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда мектепке керек жарақтарының барлығы жеткілікті. Кабинеттер талапқа сай жабдықталған. Мұғалімдер мен оқушылар техникамен 100% қамтамасыз етілді. Мектептегі оқу кабинеттері, компьютер кабинеттері, арнайы жабдықталған биология кабинеті, арнайы жабдықталған химия кабинеті, физика кабинеті, қыздар шеберханасы, ұлдар шеберханасы, спорт зал, стадион, мәжіліс залы, 200 орынға арналған асхана жаңа үлгі бойынша жабдықталған. Мектеп ұжымы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мектептің инновациялық қызметін жетілдіруде. Бүгінгі таңда мектеп мұғалімдерінің жалпы саны 139. Оның ішінде жоғары кәсіптік білімі бар педагогтар үлесі 98,9% болса, ғылыми дәрежесі бар педагогтар үлесі 15,5%. Ал педагог шебер, педагог зерттеуші, педагог сарапшы мұғалімдер үлесі 65%-ды құрап отыр. Алғашқы ұстаздық еңбегін осы мектептен бастаған жас мамандар саны 23-ке жуық. Бірнеше мұғалім Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің Ыбырай Алтынсарин төс белгісімен, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің құрмет грамотасы сияқты мемлекеттік марапаттаулардың және Алматы қаласы білім басқармасының құрмет грамотасының иегерлері, сондай-ақ жыл мұғалімі және үздік педагог, 21 ғасырдағы ұлттық сана және білім беру, заманауи педагогтың көзқарасы тақырыбындағы қалалық педагогикалық оқуларда 4 мұғалім кәсіби шеберліктерін көрсетіп, жүлделі орында ие болды. Сондай-ақ дарынды балаларға талантты ұстаз республикалық педагогикалық олимпиадасының жеңімпазы Өмірбеков Келтай Серікұлы, абыройлы ұстаз қалалық педагогикалық байқауының жеңімпазы Аджибекова Лаура Андасовна. Үздік авторлық бағдарлама байқауының қалалық кезеңіне қатысып, тарих пәнінің мұғалімі Танакөзова Үміт Әуітжанқызы, тәлімгер мен жас маманның үйлесімді шығармашылықпен нәтижелі жұмыс ұйымдастырғаны үшін қалалық педагогикалық тандем әдістемелік жәрмеңкесі жеңімпазы тәлімгер Сакеева Гүлхан Жаманбайқызы мен жас маман Беріков Дәурен Берікұлы. Қалалық ақылды сабақ білім сапасын көтеру жобасында 2 мұғалімнің сабақтары үздік деп танылып, республика бойынша қаралымға ұсынылды. 2018-2019 оқу жылында мектеп ұжымы Алматы қаласының білім беру ұйымдарының үздік педагогикалық ұжымы 2019 байқауының 2-ші орын иегері болып, 2020 жылы Алматы қаласының орта білім беретін үздік ұйым конкурсының лауреаты атанды. Мектебімізде шығармашылық жұмыспен айналысып, заман талабына сай білім мен тәрбиені ұштастырып келе жатқан ұстаздар саны жылдан жылға көбейіп келеді. Жас ұрпақты қоғамымыздың жан-жақты жетілген, жарасымды азаматы етіп қалыптастыруға бар күшін салып, еңбек етіп жатқан ұжымның қол жеткізген жетістіктері көп. Педагогтар үнемі кәсіби біліктіліктерін арттырып отырады.
24 мұғалім жалпы білім беретін мектептердегі 1-7 сыныптар үшін вариативті және 8-11 сыныптар үшін бейінді және бейін алды курстардың бағдарламаларының авторлары мен оқу әдістемелік құралдардың авторлары. 7 мұғалім республикалық оқулық ғылыми практикалық орталығының оқулықтарды сараптамадан өткізу комиссиясының мүшелері. 2 мұғалім Алматы қаласының білім басқармасы және Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің бұйрықтары негізінде ОБТ өткізу бойынша республикалық комиссия мүшелері. 5 мұғалім қалалық және республикалық семинарларда ашық сабақтар өткізді. 55 мұғалім республикалық және халықаралық ғылыми практикалық конференцияларда баяндама жасады. 100-ден аса мақала республикалық ғылыми әдістемелік журналдар мен газеттерде жарияланды. Мұғалімдер өздерінің білім сынауы барысында республикалық қашықтық олимпиадасына қатысып жүлделі орындарға ие болды. Сондай-ақ кәсіби байқауларға да үнемі қатысып отырады. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі өрлеу, біліктілікті арттыру ұлттық орталығы және Алматы қаласы бойынша педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институтының ұйымдастыруымен өткен республикалық педагогикалық идеялар панорамасы бейне сабақтар байқауына қатысып 3 мұғалім жүлделі орынды иеленді. Мұғалімдердің ОБТ бойынша жұмыстары да өз жемісін беріп, мектеп бітіруші түлектеріміздің 98% жоғары оқу орындарының мемлекеттік гранттарын иеленуде. Әр жыл сайын алтын белгі иегерлерінің саны артуда. 31 оқушы алтын белгі, 15 оқушы үздік аттестат, 9 сыныптар бойынша 75 оқушы үздік куәлік алды. Мектеп педагогтері әрқашан талантты және дарынды балаларды анықтау, қолдау, тереңдете білім беру, сөйтіп олардың қабілеттерін өсіру жолында үзбей еңбектенуде. Нөмірі 177-ші жалпы білім беретін мектеп оқушылары халықаралық, республикалық, қалалық түрлі байқауларға қатысып, жоғарғы нәтижеге жетуде. Сондай-ақ жоғары оқу орындары ұйымдастырған Абай сыйы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық университеті мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ұйымдастырған халықаралық Әл-Фараби пәндік олимпиадаларының жүлделі ішкі гранттарын жеңіп алды. Республикалық жалпы білім беретін пәндер олимпиадасынан 38 оқушы, республикалық жалпы білім беретін ғылыми жоба байқауынан 21 оқушы, қалалық зерде балалардың зерттеу жұмыстары мен шығармашылық жобалар байқауынан 102 оқушы, республикалық зерде балалардың зерттеу жұмыстарынан 10 оқушы, республикалық эсселер байқауларынан 2 оқушы, қалалық эсселер байқауларынан 42 оқушы жүлделі орындарға ие болып, 22-ші республикалық абай оқулары байқауының қалалық кезеңнен оқушылар жеңімпаз атанды. Оқу мен тәрбие егіз, оларды бір-бірінен бөліп қарауға болмайды. Ұлы данамыз Әл-Фараби адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп айтып көрсеткен. Осы бағытта атқарылып жатқан жұмыста қол жеткізген жетістіктер де мақтан етіп айтарлықтай. Оқушылардың ақыл-ой, парасат пен зердесін байыту үшін, шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін мектепте әртүрлі пәндер бойынша факультатив, үйірме жұмыстары жыл бойына жолға қойылған. Спорт жарыстары бойынша, қала бойынша 100-ден аса оқушы, республика бойынша 10 оқушы, халықаралық жарыстардан 11 оқушы жүлделі орындар алды. Музыкалық және би жарыстарынан қаладан 11, республикадан 7 оқушы өнерлерін көрсетіп, жүлделі орындарға ие болып, дипломдармен марапатталды. Осында игі істерді жүйеге түсіру, бағдарлау, бағыттау, дағдыландыру, мектепті шәкірттер мен мұғалімдер үшін шуақты ордаға айналдыру, білікті басшы мен ұлағатты ұстаздарға тікелей байланысты. Ұжым арасында мәдениеттілікке, әдептілікке негізделген бәрі бір үшін, бірі бәрі үшін деген қағидаға сәйкес адамгершілікті ахуал қалыптастыра алған білім ордасы білімнің мерейлі мекеніне айналып отыр. Мұғалімнен өнеге білім алып, өмір теңізіне құлаш ұрған кез келген шәкірт ұстазымен мақтанады. Жас ұрпақ біздің өміріміздің тікелей жалғастырушы өкілі ғана емес, еліміздің тірегі, болашағы. Мен Макен қызы Майгүл, осы 177-ші мектептің ата-аналар комитетінің мүшесімін. Үлкен ұлым осы мектептің түлегі, одан кейінгі ұлым 1-ші сыныптан бастап, қазір 8-ші сыныпта оқиды. Мен ең үлкен алғысымды осы мектептің ұйымына, ұстаздарына, Тұрсын Танатовичқа үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осындай ұстаздарды бірге жұмыс жасай біліп, ата-аналармен, оқушылармен беріп жатқан тәлім тәрбиелері бар. Өте нәтижелі, жақсы білімдеріне сондай үлкен алғысымды білдіргім келеді. Шаршамаңыздар,
аман болыңыздар, осындай балаларымызды тәрбиелеп жүре беріңіз деп айтқым келеді.